Біздің сүйікті арнамыз Ақжүрек ТV. Сәлем біздің сүйікті көрермендер. Балалар, бүгін сендерге қазақтың қызықты ертегісін айтып берейін. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Ал олай болса бастаймыз. Баяғыда бір ата болыпты. Ата өз бақшасына кішкентай шалқанның тұқымын егіпті. Шалқандарым-ай, сендерге су құйып баптайын, үлкен болып өсіңдер. Күндер өтіп, күн жылытып, шалқан күн сайын өсіп, өте үлкен шалқан болыпты. О, менің шалқаным өте үлкен болып пістің-ау, енді сені жұлып алайын. Ал шалқан болса жұлынбайды, шал болса көмекке кемпірін шақырады. О, мына шалқанға менің күшім жетпейтін сияқты, кемпірімді шақырайын. Әй, кемпір, кел бері. Шал мен кемпір шалқанды тартыпты. Тартады, бірақ шалқан шықпайды. Әй қызым, кел, бізге көмектес, мына шалқанды тарта алмай жатырмыз. Әже қызды шақырыпты. Қыз әжеден ұстап, үшеуі бірге тартыпты. Тартады, бірақ шалқан шықпайды. Қыз итті шақырыпты. Ит қыздан ұстап, төртеуі бірге тартпақшы болады. Ақтөс, біз шалқанды шығара алмай жатырмыз, атам, әжем, көмектесші бізге, кеттік. Барлығы бірге тартады, бірақ шалқан шықпайды. Мысық, бізге көмектес, шалқанды шығара алмай жатырмыз. Жарайды, кеттік. Мысық иттен ұстап, бәрі бірге тартыпты. Бірақ шалқан шықпайды. Бір шығарса, бұл шалқанды тышқан шығарады. Мен көмекке шақырып келейін. Тышқан, бізге көмегің керек, шалқанды шығара алмай жатырмыз. Жүр, кеттік. Тышқан мысықтың артынан ұстапты. Бәрі бірге тартыпты. Ата тартады, қыз тартады, ит тартады. Бір кезде шалқан жұлынып кетеді. Бәрі артқа құлап, күліп жіберіпті. Шалқаным-ау, сені бәрі бір шығардым. Қандай дәмдедің? Сөйтіп, бәрі бірге үлкен шалқанды бөлісіп жепті. Бірлік болса, бәрі де оңай. Ал осымен ертегіміз аяқталды. Әрқашан бір-бірлеріне көмектесіп жүріңдер. Көрермендер, ертегі ұнаса арнамызға тіркеліп қойыңдар. Алда қызықты ертегілер айтатын боламыз. Сау болыңдар. Біздің сүйікті арнамыз Ақжүрек ТV. Анашым, қарашы, мен ханшайым болдым. Мен де ханзада болып тұрмын. Иә, сендер өте әдемі болып тұрсыңдар, ертегі кейіпкерлері сияқты. Отырыңдар, ертегі айтып беремін. Бүгін Күлше қыз туралы ертегі айтатын боламын. Біздің көрермендер арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Олай болса бастайық. Ертеде бір әдемі үйде кішкентай Күлше қыз әкесімен бірге бақытты өмір сүріпті. Бірақ бір күні Күлше қыздың анасы қатты ауырып қалады. Ол анасының қолын ұстап отырады. Әрқашан мейірімді бол, қызым. Жарайды, анашым. Көп ұзамай анасы көз жұмады. Күлше қыз терезе алдында тұрып, қатты мұңаяды. Біраз уақыттан кейін әкесі жаңа елге үйленеді. Оның 2 тәкаппар қызы да бар еді. Арада уақыт өткен соң Күлше қыздың әкесі де қайтыс болады. Өгей анасы Күлше қызды жақтырмай, суық көзбен қарайды. Әй, Күлше қыз, әлі еденді жуып болмадың ба? Тез бол! Өгей шешенің 2 тойымсыз тәкаппар қыздары болыпты. Күлше қыз, мына жерді тез сыпыр. Осылай күндер өтіп, Күлше қызда бой жетіп қалады. Ана, Күлше қызды қара. Үстінің бәрі сондай кір. Бізбен бірге үстелге де отыра алмайды. Бір күні сарайдан патшаның шақырушысы келеді. Ол маңызды хабар айтады. Ертең сарайда үлкен бал кеші болады. Соған бой жеткен қыздардың барлығы келсін. Осы кеште ханзада өзіне қалыңдық таңдайды. Үйленеді. Мұны естіген өгей шеше мен қыздары дайындала бастайды. Сендерді ханзада ұнатып қалу керек. Мына көйлек менікі, мен ең сұлу боламын. Жоқ, мен ханзадаға тұрмысқа шығамын. Мен. Қайсы көйлегімді кисем екен, қандай әшекей тақсам болады? Менің ханзадам. Күлше қыздың да барғысы келеді. Өгей шеше, мен де балға барсам болады ма? Сен үйде қалып жұмыс істейсің. Шаңдарды сүрт, кір жу. Солай өгей шеше мен әпкелері сарайға кетіп қалады. Күлше қыз жалғыз қалып жылайды. Сол кезде кенет жарық пайда болады. Сиқырлы пері келеді. Жылама, мен саған көмектесемін. Балға барасың. Тұра ғой орныңнан. Рахмет сізге. Қарап тұр, мен саған қазір сиқыр көрсететін боламын. Асқабағым күймеге айналды, буаласуф. Пері асқабақты әдемі алтын күймеге айналдырады. Сондай әдемі болып тұрады. Ал енді бізге тұлпарлар керек. Тышқандар, сендердің кезектерің буаласуф тұлпарға айнал. Міне күшті тұлпар болдыңдар.
Солай тышқандар тұлпарға айналады. Пері сізге көп рахмет. Бірақ менде әдемі көйлек жоқ, сауық кешке киіп баратын. Пері күлше қызға әдемі көйлек, шыныдан жасалған туфли кигізеді. Содан сағат 12 болғанда сиқырдың күші жойылатынын айтады. Сағат тілі 12-ні көрсеткенде сиқыр жойылады, барлығы өз қалпына келеді. Жарайды, рахмет. Ал ендеше жолдарың болсын күймегемін. Өз ханзадаңды табасың деген ойда. Көп рахмет. Күлше қыз сарайдағы үлкен бал кешіне келеді. Сарай іші музыка мен биге толы еді. Сен үшін бүкіл елдің қыздарын жинадым. Өз жарыңды табасың деген ойдамын. Тапсам бақыттымын. Күлше қыз сарайға кіріп баяу жай келе жатады. Ханзада оны көреді. Оған жақындап вальске шақырмақшы болады. Есімің кім? Бұрын соңды сені көрмеген екенмін. Сондай сұлусың. Бірақ уақыттың тез өткені соншалық, сағат тілі 12-ге жақындай бастайды. Күлше қыз сағатты көреді де есікке қарай жүгіре жөнеледі. Қап, туфлим түсіп шешіліп қалды. Үйге тез барып үлгерейін. Есіміңді де айтпадың, мен үшін жұмбақ болып қалдың ғой. Бірақ мына туфлимен сені табамын. Күлше қыз солай сарайдан шығып кетеді де, сағат тілі 12-ні соғып, бәрі өз қалпына қайтады. Балам, сен жарыңды тапқан сияқтысың ғой. Әкемен ғашық болған сияқтымын, бірақ оның кім екенін білмеймін. Күлше қыз, сен бал кешіне қалай бардың? Ханзадамен билеуге қалай дәтің барды? Иә, қалай? Жауап бер! Солай өгей шеше Күлше қызды жазалап бөлмеге қамап қояды. Күлше қыз болса бақытты сәтінің тез аяқталғанына жылап отыр. Қаладағы барлық үйге кіріп, мына туфлиді бойжеткен жас кәрі бәріне кигізіп көреміз. Кімнің аяғына шақ келсе, соған үйленемін. Солай ханзада қызметкерлерін ертіп, Күлше қызды іздеуге шығады. Күлше қыздың да үйіне келіп, өгей шешемен қыздарға кигізе бастайды. Бірақ туфли оларға симай қалады. Күлше қыз ханзаданың дауысын естіп, Ханзадам, мен мұндамын. Көмектесіңізші. Үйде тағы қыз бар сияқты, дауысы шығып тұр. Тез шығарыңыз. Иә, менің өгей қызым бар, ол Күлше қыз. Солай ханзада Күлше қызға туфлиді кигізіп жатқанда аяғына дәл келіп сияды. Ханзада қуанып кетеді. Солай екеуі той жасап, үйленіп, бақытты да баянды өмір сүреді. Ал осымен ертегіміз аяқталды. Анашым, ертегі жақсы аяқталды. Қандай күшті. Біздің көрермендер ертегі ұнаса арнамызға тіркеліп қойыңдар. Алда қызықты ертегілерді айтатын боламыз. Сау болыңдар. Біздің сүйікті арнамыз Ақжүрек ТV. Айша, қарашы, қандай қызық мультфильм. Балалар теледидар көп көруге болмайды. Одан да қызықты ертегі айтып берейін. Қандай ертегі айтасыз, анашым? 3 аю мен Маша атты қыз туралы ертегі айтамын. Біздің сүйікті көрермендер арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Олай болса, ертегімізді бастайық. Бір күні орман ішінде кішкентай үйде 3 аю өмір сүріпті. Әке аю, ана аю және кішкентай аю. Мен дәмді етіп, ботқа пісірдім. Ботқа суығанша серуендеп келейік. Аюлар серуендеп мәз болып жүреді. Әкешім, анашым, табиғат қандай әдемі. Сол кезде орманда жүрген кішкентай Маша аюлардың үйін көріп қалады. Мынау қандай әдемі екен. Үстел үстінде 3 ботқалар тұр. Біреуі үлкен, біреуі орташа, біреуі кішкентай еді. Қыз үйге кіріп, ботқаларды татып көреді. Маша үлкен ыдыстағы ботқаны жеп көреді. Ой, бұл өте ыстық. Маша орташа ыдыстағы ботқаны жеп көреді. Ой, бұл өте салқын. Маша кішкентай ыдыстағы ботқаны жеп көреді. Ал мынау өте дәмді екен. Сөйтіп кішкентай аюдың ботқасын түгел жеп қояды да, орындықтарды көреді де, отырып көргісі келеді. Сосын Маша орындықтарға отырып көреді. Ой, бұл тым биік екен. Бұл орындық өте қатты екен. Бұл орындық маған дәл екен. Бірақ кішкентай аюдың орындығына отырған кез сынып қалады. Маша жоғары қабатқа шығып қараса, 3 төсек бар екен, жатып көргісі келеді. Бұл төсек өте биік екен. Маған келмейді екен. Бұл төсек өте жұмсақ екен. Маған ұнамады. Бұл төсек маған арналғандай екен. Жатып ұйықтап алайын. Маша солай алаңсыз, тәтті ұйқыға кетеді. Ал осы кезде аюлар үйге қайтып келеді. Біреу менің ботқамды жеп қойыпты. Менің ботқамды да жепті. Ал менің ботқамды түгел жеп қойыпты. Менің ботқамды да Жеп қойыпты. Аюлар үйге біреу кіргенін түсінеді де, орындықтарға қарайды. Әке менің орындығымды сындырыпты. Енді аюлар жатын бөлмеге келсе, төсекте біреу жатқанын көреді. Менің төсегімде біреу жатыр. Ей, мынау кім жатқан? Маша дауыстан оянып кетеді де, қорыққаннан айғайлап жібереді.
сосын терезеден секіріп түсіп орманға қарай қашып кетеді, ал 3 аю өз үйлерінде қалып қояды. Енді ешқашан бөтен үйге кірмеймін. Біреудің тамағын жемеймін. Бұл ертегінің түйіні бөтен үйге рұқсатсыз кіруге болмайды. Күшті ертегі екен. Біреудің затына да рұқсатсыз тиісуге болмайды. Ал осымен ертегіміз аяқталды. Біздің көрермендер ертегі ұнаса арнамызға тіркеліп қойыңдар. Алда қызықты ертегілерді айтатын боламын. Сау болыңдар. Біздің сүйікті арнамыз Ақжүрек ТV. Анашым, қарашы, балықтар қандай әдемі. Иә, табиғаттың әр жаратылысы ерекше. Олар бізден қорықпай ма? Егер біз табиғатты ренжітпесек, ол да бізге мейірімді болады. Ақжүрек, Айша осы балықтарды көріп, алтын балық туралы ертегі есіме түсті. Соны айтып берейін. Біздің сүйікті көрермендер арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Олай болса, ертегімізді бастайық қыры. Ертеде теңіз жағасында бір кедей шал мен кемпір өмір сүріпті. Олар ескі лашықта тұрып, күндерін әрең көріпті. Күн сайын шал теңізге барып, балық аулап күн көретін еді. Әй шал, теңізге барып балық аулап кел. Мен мына кірлерді жуып тастайын, балықсыз келме. Солай шал балық аулауға, торын иығына асып алып жолға шығады. Бүгін ауым оңынан болып торыма көп балықтар түссе жақсы болатын еді. Шал торын бір рет салды, екінші рет салды, бірақ тор бос шықты. Анашым, атаның торына алтын балық түсіп қалады ма? Жарқыраған алтын балықты ұстап алады ата. Үшінші рет торды тартып келе жатқанда, су ішінен алтын сәуле жарқ етті. Қараса жарқыраған, әдемі алтын балық торға ілініпті. Шал болса таңғалып қарап тұр. Мені жіберші ата. 3 тілегіңді орындаймын. Ой Алла, өмірде сендей таңғажайып болады екен ау. Бара ғой, ештеңе керек емес. Шал болса басы салбырап, үйіне қолында ештеңе жоқ, бос келе жатыр. Шал үйіне келіп, басынан өткен жағдайдың барлығын айтып береді. Кемпір болса ашулана қарап тұр. Менің торыма алтын балық түсті. Ол жібер деп өтінген соң жібердім. Бірақ тілек айтсаң орындаймын деді. Әй ақымақ шал, мына кір жуатын табағым сынық екенін көріп тұрсың, болмағанда соны сұрамадың ба? Бар тез сұрап кел. Шал болса алтын балыққа қарай жолға шығады. Теңіз жағасымен келе жатады. Алтын балық, саған айтар тілегім бар. Анашым, сонда алтын балық барлық тілектерді орындайды ма? Әрине, егер жақсы тілектер болса орындайды. Қандай тілегіңіз бар? Кемпірім жаңа кір жуатын табақ сұрап жатыр. Ата, уайымдамай үйіңізге бара беріңіз, тілегіңіз орындалады. Рахмет саған. Қарт атай үйіне қарай жол алады. Шал үйіне келсе жаңа әдемі кір жуатын табақты көреді. Ал кемпірі болса қанағаттанбай тұрады. Кемпір-ау, мына алтын балық шынымен тілекті орындайды екен. Сен болса сенбеген едің. Әй шал, табақ сұрағанша зәулім үй сұрамадың ба? Барда енді зәулім үй сұра, және осы жердің патшайым етсін мені. Қарт атай теңізге келіп, тағы да алтын балықты шақырады. Алтын балық! Алтын балық болса судан шығып келеді. Амансыз ба ата, неге мұңайып тұрсыз? Менің кемпірім енді зәулім үй сұрап жатыр, және патшайым болғысы келеді екен. Жарайды ата. Деп алтын балық суға секіріп кетеді. Шал болса үйіне қарай жол алады. Сөйтіп ескі лашықтың орнына үлкен әдемі зәулім сарай пайда болды. Ал кемпір болса патшайым болып отыр. Кемпір бай болғысы келді. Үй сарайға айналды. Қызметшілер жүгіріп жүрді. Бірақ оның ашкөздігі мұнымен тоқтамады. Ақымақ шал келсе мына сарайға кіргізбеңдер. Мен көп нәрсе сұраймын. Шал үйіне келіп қараса, бұрынғы ескі лашығының орнында зәулім сарай тұр екен. Неткен ғажап! Кемпір-ау, бұл сенбісің? Ана алтын балығын айтып бар. Мен теңіздің иесі болғым келеді. Алтын балық маған қызмет етсін. Бұл жолы теңіз ашулы еді. Толқындар тулап, аспанды қара бұлт жапты. Шал қорқып теңізге барды. Алтын балықты шақыра бастайды. Алтын балық, менің тойымсыз кемпірім теңіздің иесі болғысы келеді екен. Сен оған қызмет еткеніңді қалайды екен. Анашым, сонда бұл тілек алтын балыққа ұнамай қалды ма? Иә, кемпір қанағаттанбай кетті. Алтын балық үнсіз тыңдады. Және ештеңе деместен суға сүңгіп кетті. Шал үйіне қайтып келсе, барлығы бұрынғы қалпына түскен екен. Ескі лашық. Ал кемпір болса, сол кір жуатын табақтың қасында мұңайып отыр екен. Содан бері шал мен кемпір қанағаттың қадірін біліпті. Қанағат бақыттың кілті дейді халқымыз. Осымен ертегіміз аяқталды. Анашым, өте қызықты ертегі екен. Қатты ұнады.
Біздің көрермендер ертегі ұнаса арнамызға тіркеліп қойыңдар. Алда қызықты ертегілерді айтатын боламын. Үнемі біздің ертегілерді тыңдап жүріңдер. Сау болыңдар.